Сәлем достар. Көбісі маған жекеме жазып жатыр. Пиндодо арқылы тапсырыс бере алмай жатырмыз. Ошибка деп шығады. Енді Қазақстанға доставка жоқ па дегендей. Осы сұрақтарыңыздың жауабын осы видеода айтатын боламын. Соңғы өзгерістерге байланысты Пиндодода тапсырыс берейін деген кезде, ақшасын төлейтін кезде бізде ошибка деп шығып жатады. Енді төлем алудың екінші жолы ол біз WeChat арқылы төлем жасайтын боламыз. Ол үшін Play Market'тен немесе App Store'дан WeChat'ты скачать етіп аламыз және оған тіркелеміз. Телефон арқылы тіркелетін боламыз, яғни осы жазуды басамыз. Осындай бет шығады. Бұл жерге атыңызды, телефон номеріңізді және пароль жазасыз. Осы жерге птичканы қойып, принять, продолжитті басамыз. Бұл жерге де птичканы қойып, далее батырмасын басамыз. Телефоныңызға код келеді, соны осы жерге жазып, принятті басамыз. Болды, WeChat'қа тіркелдік. Енді WeChat'қа Каспи карточкамызды тіркейтін боламыз. Ол үшін төменде тұрған «Я» бөліміне кіремізде, платежи и услугиді басамыз. Бұл жерде кошелекті таңдаймыз. Екінші тұрған жазуды басамыз. Осы жазуды басып, карточканың данныйларын жазамыз. Біріншіге карточканың сыртындағы номерді жазамыз да, next батырмасын басамыз. Карточканың мерзімін және артындағы 3 сандық кодты жазамыз. Жасыл батырманы басып, 6 сандық парольді жазамыз. Туған күніңіз, айыңыз, жылыңызды жазып қойсаңыз болады. Оплата жасайтын кезде осы төлем парольді сұрайды, сондықтан ұмытып қалмаңыз. WeChat'қа Каспи карточка тіркелді. Енді Пиндодоға кіремізде сатып алғыңыз келген товарды таңдаймыз. Төменге қарасаңыз, мына жерде жүрекше тұр. Бізге жүрекше емес, WeChat'ты таңдауымыз керек. Ол үшін мына кнопканы басамыз. Мына белгіні басамыз. Міне осы жерде жасыл птичка тұрған жазуды таңдау керек. Мына жерде жаңа қызыл жүрекше тұрған еді. Енді бұл жасыл белгіге ауысты. Жасыл белгі бұл WeChat арқылы заказ беру деген белгі. Енді осы товарға заказ берейік. Ол үшін төмендегі қызыл батырманына басамыз. Сол кезде бізді автоматты түрде WeChat'қа жібереді. Жасыл Pay Now деген батырманы басамыз. WeChat арқылы тапсырыс берудің бір плюсы, ешқандай комиссия алынбайды. Pay Now'ды басқаннан кейін осындай бет шығады. Бұл жерге төлем пароліңізді жазасыз. Төлем пароль дегеніміз ол сіз WeChat'қа тіркелген кездегі жазған 6 сандық пароліңіз. Болды, Каспиден ақша алынды. Мына жазуды бассаңыз, артқа Пиндодоға жібереді. Видео пайдалы болса, онда лайк басып, каналға тіркеліп кетіңіз.